Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтин каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі мишканың аппликациясын тоқитын боламыз. Бұйымдарға әдемі көрнекілік беріп тұру үшін. Бұндай мишканы тоқу үшін бізге 3 түрлі жіп керек. Қоңыр, ақ, қара. Менде барлығы бір қалыңдықта, бір жуандықта иран жіптері. Крючок номер 2 жуан жағымен тоқимын. Андай крючоктың қайшы, сосын кейін көзін тігетін осындай тоқмаға арналған ине болады. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай әдемі аппликацияны тоқып шығу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бір петля жасап аламыз, немесе кольцо амигуруми жасап аламыз. Маған осылай жасаған ыңғайлы. Осылай бір петля жасап, мынаны кеңейтіп аламын. Осының ішіне осылай крючокты өткізіп, жұмыс жібімізді тартып шығарып, 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Ары қарай біз 11 столбик с накидым тоқимыз. Сонда барлығы 12 столбик с накидым болу керек. 2, 3, 4, 5. Міне осылайнан 12 столбик с накидым тоқыдық. Енді қысқа жіпті тартсақ, бізде неміз дөңгелегіміз жиырылатын болады. Міне осылайнан. Енді біз екеуін біріктіретін боламыз. Бірінші жасаған 3 воздушный петляның үшіншісіне крючокты өткізіп, мына жақтан жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Екінші қатарға өту үшін 3 воздушный петля көтереміз. 2, 3. Крючокқа накид іліп, тура осы воздушный петля шыққан жерге столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай әр петляға 2 столбик с накидом. Барлығы 24 столбик с накидом болу керек. Осылайнан айналдыра тоқимыз. Міне мен екінші қатарда да тоқып болдым. Әр петляға 2 столбик с накидом тоқып, бұл қатарда бізде барлығы 24 столбик с накидом. Тағы да бірінші қатардағыдай 3 воздушный петляның үшіншісіне крючокты өткізіп, қатарымызды аяқтаймыз. Бізде екінші қатар аяқталды. Үшінші қатарға өту үшін тағы да 3 воздушный петля көтереміз. Крючокқа накид іліп, тура осы воздушный петля шыққан жерге тағы да столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай келесі петляға 1 столбик с накидом, келесіне 2 столбик, бір петляға 2 столбик с накидом. Осылайнан кезектестіріп тоқып шығамыз. Біреуіне 1 столбик с накидом, екіншісіне 2 столбик с накидом. Бұл қатарда бізде 36 столбик с накидом шығу керек. Осылайнан аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне мен үшінші қатарда да тоқып аяқтадым. Соңғы петлямыз бізде 1 столбик с накидымен аяқталады. Үшінші воздушный петляның крючокты өткіземіз. Тағы да бекітеміз осылайнан соединительный петлямен. Бізде 3 қатарымыз аяқталды. Үшінші қатар аяқталғаннан кейін біз уже мишкамыздың құлағын шығаратын боламыз. Мына жері ешқандай воздушный көтерместен келесі петляға столбик без накида 1, 2. Крючокқа накид ілеміз. Мына келесі петляға 1 петляға 6 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мұнан біреуін тастаймыз, мына жәніндегі біреуді, келесіне крючокты өткізіп, столбик без накида 7 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Крючокқа накидлеміз. Bir петляны тастаймыз, екіншісіне бір петляға 6 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Тура осының жанындағы петляға столбик без накида біреу, келесісіне екіншісі. Енді ана жерге соединительный жасап, бір воздушный петля алып, жібімізді кеңірек тартып, қиып аламыз. Осылайынан мишкамыздың дайын болды. Енді мұрнын тоқимыз ақ түспен. Мына жіптерді бір бекітіп қиып тастасаңыздар болады. Ана жіп біз бұйымымызға тігуге керек болады. Тағы да жаңағындай бір петля жасап аламыз ақ түспен. Кеңірек тартып. Осының ішіне крючокты өткізіп, жұмысшымызды тартып, бір воздушный петля көтереміз. Ары қарай 9 столбик без накида осы кольцоның ішіне тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тәді қысқа жібімізді тартатын болсақ, жиырылатын болады міне. Осылай жиырып алып, мына жердегі бірінші петляға осылай крючокты өткіземіз. Жұмыс жіпті тартып шығып, соединительный жасап бекітеміз. Ары қарай екінші қатарға өту үшін 3 воздушный петля көтереміз. Крючокқа накиділіп, тура осы воздушный петля шыққан жерге столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай әр петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Барлығы 18 столбик с накидом болу керек. 2, 6 петля. 6 столбик с накидом. Әр петляға екеуден столбик с накидом. 1. Тағы да сол петляға екіншісі. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Міне мен екінші қатарды аяқтадым. Тағы да басында көтерген 3 воздушныйдың үшіншісіне крючокты өткізіп, соединительный жасап қатарды аяқтаймыз. Бір воздушный көтеріп, жібімізді кеңірек тартып, қиып аламыз. Кеңірек осылайынан жіпті қалдырамыз. Бұл жіп бізге тігуге керек. Артық жіпті жаңағындай бір петляны бекітіп, қиып тастаймыз. Міне ақ жібімізді инеден өткізіп алдық осылайынан. Енді мынаны айналдырып тігіп шығамыз мұрнын. Осылайынан қойып аламыз. Әр петлядан өткізіп осылайынан. Айналдыра тігіп шығамыз. Осылайынан мұрнын тігіп шықтым айналдыра. Енді қара жіппен көзін тігетін боламыз. Инемізге қара жіпті өткізіп аламыз. Ұзынырақ қып қиямыз оны. Осыншалықты ұзындықта қиып алдым. Енді мына жерінен өткізіп жіп инені. Мына жағына міне.
қолыңызбен артқысын ұстап тұрамыз. Мына инеге мына жіпті, ұзын жіпті айналдырамыз 10 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осыны артқа қарай итеріп, мына жерден өткіземіз. Осылайынан шықты. Келесі петляға мына жерге инені қайттан өткізіп, мына көзіміз. Енді осыны бекітеміз. Жоғары жақтағы бір петлядан инені өткіземіз осылайынан. Және мынау екі ортадан. Бізде бірінші көзі дайын осылай. Екінші көзін жіпті қимастан жаққа қарай өтеміз. Міне. Тағы да осылайынан қойып, инені мына жіпті айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осыны өткіземіз. Мына жақта келесі петляға, қасында тұрған петляға өткізіп, жоғарғы петлядан да инені өткіземіз. Көзді бекіту үшін. Екі көзі дайын. Енді тағы да жіпті қимаймыз, ары қарай мына жерінен шығарамыз. Мына бұрышқа алып келіп. Осылай аппликациямыз дайын болды. Мынау артқы жіптерді тоқыманың арасына жасырып тастаймыз. Мына жіппен, мынау қалған өзінің аппликациядағы қалған ұзын жіппен бұны қиып тастамаймыз. Бұйымымызға осы аппликацияны тігуге керек болады. Осымен біздің аппликациямыз аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.